әлемдік психологтардың Джон Кеханың кітабын алып қарасаңыз да, секрет деген киноны алып қарайтын болсаңыз да, кез келген әлемдік психологтардың айтатыны бір нәрсе: жақсы сөйле, жаман нәрсе ойлама, ештеңеден қорықпа, бәрі жақсы болатынына сен дейді болды. Тура осы бойынша жұмыс жасасақ, бізде бәрі дұрыс болады. Бірақ өкінішке орай, бәрі жақсы болады деп сене алмаймыз. Өйткені өмір бақи көрген келеңсіздіктер, сәтсіздіктер қайда қалды сонда, мен көрдім, тағы да болып қалуы мүмкін ба деген қорқыныш болады, уайым болады. Осындай мәселе. Көбінесе болашағымызға сеніммен қарай алмай жатамыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, енді сіздер үшін маңызды тақырып, бәлкім бұл байлық зонасына өту туралы тақырып. Қазір біздің қоғамда екінің бірі қарызбен алысып жүр. Екінің бірінің басында кредиті бар. Баспанасыз отбасылар өте көп. Оған ана көлік, шетелге қыдыру деген нәрсе мүлден алып тастайық. Жай ғана бір өз үйім, өлең төсегім болса деп қиналып жүрген адамдар өте көп. Сондықтан біз байлық зонасына өтетін кезең келіп қалды бізге шамамен. Қайталап айтамын, егер сіз медитация жасамаған болсаңыз, үйіңізде ұрыс керіс болып жатқан болса, яғни миыңызда тыныштық болмаса, түп сананы тазалауды немқұрайлы қарасаңыз, аффирмацияны мүлде айтпай жүрген болсаңыз, дәл осы жерден телефоныңызды өшіріп, экранды өшіріп, сабақты қоя салсаңыз болады. Өйткені бұл сабақ сізге ешқандай әсер бермейді. Адамның миы деген кез келген жерге біз телефонымызды алып кіргенде, Wi-Fi болса, интернет желісі болса, телефонымыз өзі шап беріп ұстап алады. Мысалы үшін, сіз айдалада жүрсеңіз, Кейсел Билайн дегеннің өзі сет жоқ болып қалады, сет жоқ дейді бұл жерде. Сол сияқты, мынау байлық деген дүниеде осы бір интернеттің бір жүйесі сияқты кеңістікте жүрді. Сіз соны жаңағы ұстап алатын телефон сияқты миыңыз ашық болу керек. Мысалы үшін, сіздің телефоныңыз ішінде қазір Кейсел деген симка тұратын болса, сіз Билайнмен қолдана алмайсыз ғой оны. Себебі оның ішінде Кейсел тұр. Сондықтан сіздің қазір түп сананы жасаған кезде, аффирмацияны айтып бастағанда, негативтермен күресіп, маятникке энергия бермей үйренген кезде, біздің миларымыздың қазір бүкіл антеннамыз қосылды. Сіз бай болуға дайынсыз. Ең бірінші нәрсе, біз неге өткен сабақта маятникке баса мән бердік? Неге біз миымызды жаман информация, негативтерден аулақ ұстаймыз деп шештік? Мен сіздерге бір қысқа ғана айтып өтейін. Жай ғана болып жатқан бір келіншек жазды. Бұның барлығы менің осы психология саласын бастағалы бері менің историясымның өзі маған күнделікті сабағымды дамытуға қатты көмек берді. Өйткені күнделікті бір келіншек жазды. Мен бір кино көрдім деді, сериал. Сол сериалда бір әйелдің баласы даун болып туылды деді. Содан ол жаңағы бірақ даун болған солнечные дети дейді ғой, медицина тілінде. Сондай бір күн сияқты күлімдеп қалған балалар ғой енді. Сонда қалай бұндай бал, бұл не деген аурусын, мен ондайды көрмеппін дейді, сол кинодан бірінші рет көрдім дейді. Содан кейін сол даун дегеніне іздей бастадым, зерттей бастадым, қарай бастадым дейді. 3 жылдан кейін дейді, өзім даунмен ауыратын баланы дүниеге алып келдім дейді. Осы жақында ғана бір келіншек жазды. Аяғым ауыр кезде дейді, менің жолдасым бір қызбен жүрді дейді. Содан кейін менің телефонымды алып дейді, басқа бір қыздарға хат жазып жүргенін біліп қойдым да, қатты стрессқа түстім да, күйеуім айттым дейді. Сен менің аяғым ауыр кезде менің жүгемді жұқарттың. Сен маған сондай стресс әкелдің. Сен маған жаның ашымады. Сен іштегі балаға жаның ашылмады. Бұндай уайымнан, бұндай стресстен дені сау бала туылмайды. Мен мүгедек бала туатын болдым. Мен осындай жүйкесі тозған бала туатын болдым. Күнде айқай-шу, 9 ай біткенше күйеуімді не ұмыта алмаймын, не кешіре алмаймын, айқай-шу. 9 айдан кейін балам дүниеге келді дейді. Сүйектері мүлде даммаған, бала не отыра алмайды, не жата алмайды. Қазір бала 2-ге келді, кәдімгі бір кусок ет сияқты жатыр дейді. Сондықтан жақсы сөйле, болмаса үндеме деген нәрсеге мән беретінбіз. Сондықтан көптеген бір қыздар айтады, мен күйеуім дейді, кешігіп келсе, бірдеңе болса, сен бүйте берсең ажырасам, сен бүйтсең ажырасам деп сөйтетінмін дейді. Кейіннен күйеуім намазға келді, бәрі жақсы болып, байқап келе жатсам, постоянно үнемі ажырасуды ойлап тұратын болды дейді. Адам нені айта берсе, соны тартады. Мен не үшін айтамын? Аффирмацияны айта беріңіз. Сіз не нәрсені айта бересіз? Сіздің миыңызға ол тапсырыс болып қабылданады. Тапсырыс болып қалай қабылданады? Жаңағы Wi-Fi сияқты
телефонның жаңағы байланыс жүйесі сияқты антенналарыңыз қосылған кезде сіз ұстайсыз, керекті ақпаратты ұстайсыз, қажетті нәрсені тартасыз. Қайталап айтамын, бұл психология емес, бұл физиканың заңдылығы. Өкінішке орай, жалпы осы психология деген нәрсеге жай сөйлеп, үндемей, ақырын жүріп, анық басып қана, ойланып сөйлеп қана, ашуланбай, сабырмен жүріп, бүкіл дүниеге қол жеткізуге болады деген нәрсеге тағы қайталап айтамын, өкінішке орай ер азаматтар көп сенбейді. Бірақ егер сенетін болса, әйелдерге қарағанда ер азаматтардың нәтижесі өте тез болады. Және екі есе төтесе әйелдерге қарағанда өте тиімді, нәтижелі болады. Себебі, жаңа айттық қой, байлық зонасына өту үшін, бақыттың зонасына өту үшін бізге керегі не дедім? Миға тыныштық керек дедім. Біздің ер азаматтардың көбінесе миында ой өте аз болады. Балам не тамақ жеді, қайда ұйықтады, қонаққа не кием, істеп не қоям деген мүлде ондай ойлар жоқ. Әйелге қалай ұнасам болды деген мүмкін бір ой болуы мүмкін. Ақшаны қалай табам деген ой. Біз ойлаймыз, ол бостан-бос жатады, оны ойламайды, ойлаймыз, ойлайды. Жүректің түпкірінде, түп санасында қалай ақша табуға болады, неге мен байымаймын деген ой міндетті түрде болады. Көп ой жоқ. Әйелдердің миында не кием, семіріп бара жатырмын, не тамақ жасаймын, баламның сабағын қадағалаймын, балаға не киім әперемін, жазда қайда барам, әке-шешеме не істеймін, енемен қалай, өте ақпарат көп болғандықтан әйелдерге кішкене қиындау болуы әбден мүмкін. Енді қараймыз. Бір нәрсені мұқият тыңдаңыздар. Біздің жұмысымыз қазір миымыздағы антенналарды іске қосу. Ми қатты толықса жақсы жұмыс жасамайды. Телефонның ішінде көп видео сала берсеңіз, фото сала берсеңіз, телефон қуа бастайды ғой. Сол сияқты біз түп сананы тазалау, өкпе реніштің бәрін ұмыту, өз-өзімізді қалыпты ұстау арқылы біз не істейміз? Біз болашаққа, арман мақсаттарымызға мына потокты, мына кеңістікті ашамыз. Сол үшін өткенде айттым, аффирмация айтқан кезде біз осы шақта айтамыз. Қараңыздар, мен бүгін отырмын. Осы шақта отырмын. Кеше мына жақтан келдім, мына жаққа бара жатырмын. Бәріңіз қараңыздар, кешегі күндеріңізді еске алыңыздар. Осыдан 5 жыл бұрынғы күндеріңіз. 5 жыл бұрын сіз мен бай болам дедіңіз. 5 жылда Құдай қаласа бай болам деп келіп отырсыз, міне осы шаққа келдіңіз. Байлықта жоқтықта жоқ. Сіз не істедіңіз? 5 жылдан кейін бай болам деп қайттан кетіп бара жатырсыз. Бір нәрсені өте мұқият түсініп алыңыздар. Мына жақта, ертеңгі күнде, болашақта байлық жоқ. Біз болашаққа байлықты өзімізбен алып баруымыз керек. Қалай алып барамыз деді. Қалтасында бір тиыны жоқ ақшасы жоқ адамға мен баймын деп айту өте қиынға соғады. Себебі бір тиын ақша жоқ, қайдағы байлық деп мынаяқтан миы тыныштық бермейді ғой. Денсаулығы жоқ адам кеш-кешін қиналып жатыр, ойбай денсаулығым күшті деп айта алмайды ғой, өйткені миында қайдағы күшті, сендегі жаның қиналып ауырып жатыр ғой деп түп сана бізге қақылдап тұрады. Сондықтан біз не істейміз? Тамшы тама берсе тасты тесіп кететін сияқты аффирмацияны айта беріп бар жұмыс, ең қиын жұмыс, ең оңай жұмыс миды сендіру. Ең қиыны сол күні-түні айту керек. Менің баспанам бар, менің пәтерім бар, мен баймын. Ең оңай жұмыс. Ең қиын, не үшін ең қиын? Соны айтуға ерінеміз біз. Шай ғана менің баспанам бар деп, шай ғана айтшы десе айтуға ерінеміз. Неге? Себебі сенбейміз. Сіздің дәл қазір сабаққа келіп отырсыз, сіздің жұмысыңыз жоқ. Министр болып істейтін, қолыңызға 100 000 доллар бере салып, үй алып істейтін тамыр-таныс туысқаныңыз жоқ. Бәлкім тіпті дипломыңыз да жоқ, біліміңіз де жоқ. Қарызға кіріп қиналып тұрсыз. Былайша айтқан кезде осы Айнұр көмектеседі, осы Айнұр құтқарады деп келіп тұрсыз. Мен сіздерге айтайын, аффирмациялар 100% жұмыс жасайды. 90-99 емес, 100%. Сенсеңіз болды. Сондықтан біз бір тиын ақшамыз жоқ па, қарамаймыз. Үй жоқ, жай жоқ. Ештеңе етпейді. Аузымызбен мен баймын деген сөзді миға сіңіреміз. Миға қалай сіңеді, ми тартылыс заңын іске асыра бастайды. Ми өзі жұмыс жасай береді.
Қуанышбай мырза, мен өткен біздің сұхбатта сіздер естідіңіздер, менің пәтер алған қызым туралы айтқан болатынмын. Ондай оқиғалар өте көп. Енді оның бәрін айта берсем, осының ақ маңайында қалай сөйтеді екен, мынандай қай-қайсыңыздың да өмірлеріңізде қарап отырсаңыздар сондай сәттіліктер өте көп болған. Бір нәрсені мұқият болыңыздар. Жалпы бір айлық онлайн сабақ аптасына 2 күн тыңдай салам, болды, күшті болып кетеді деп ойламаңыздар. Сіздер 24 сағаттың 8 сағаты ұйқыға кететін болса, қалған уақыттың бәрін өз-өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Өз-өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Жаман ойға кетіп бара жатырсаңыз ба, өзіңізді оятыңыз. Мен байлыққа, бақытқа бара жатырмын. Мен өз болашағымды өзім жасап жатырмын. Маған ұрсуға, ашулануға ештеңе істеуге болмайды. Өзіңізді оятыңыз. Мысалы, мынандай нәрсе айтайыншы. Екі адам быт-шыт айқайласып жатады, сырт көзге қарап тұрыңызшы, қандай сүйкімсіз, бүкіл елдің алдында айқайласып жатыр, өте сүйкімсіз көрінеді. Тыш, ұят болады дейміз. Қойсашы, сен ұят болу, айқайламасашы дейміз, біз. Ал өзіміз айқайлағандашы, ұят болатынын бәріміз білеміз. Өте жексұрын көрінетініміз, түріміздің адам көргісіз сұмырайдай болып кететінін біліп тұрмыз, бірақ айқайлаймыз. Неге? Миымыз бағынбай кетеді бізге. Сондықтан миды оятып жіберетін болсаңыз, ұрсыспайсыз да, жаман да ойламайсыз, өзіңізді оятып отырсаңыз. Мен ояуымын. Вадим Зеландтың сондай техникалары бар. Адамдар екі ұйқыда, біреусі түнгі ұйқы, біреусі күндізгі ұйқыда жүреді. Бүкіл проблема осы күндізгі ұйқының кесірінен. Болады ғой, келе жаттыңыз, өзіңіздің аялдамадан өтіп кетесіз. Бір нәрсені айтайын деп отырып, ұмытып қаласыз. Бір нәрсе айтып отырып, басқа жаққа кетіп қаласыз. Ойланып, тамақты көп жеп қоясыз. Ойланып отырған жоқсыз. Ойланып өтіп кетіппін, ойланып бүйтіп кетіппін, ойланып сөйтіп қаптым. Сіз ұйықтап кеттіңіз. Өзіңізді оятып отырыңыз. Енді бір маңызды нәрсені қараңыздар. Біз жарайды дейсіздер, менің баспанам бар деп айтайық. Сонда баспананы бізге кім береді деп айтамыз, Таңертең оянғанда қарасаңыз, таң атып тұр, күн шығып тұр. Кешке қарай күн батады, жұлдыздар жымыңдап шығады, ай туады, таулар орнында тұр, өзендер ағып жатыр. Бұл адам жасай алатын құбылыс емес. Бұл Алланың құзырындағы дүние, Біз түсінбейтін, жұлдыздар қайдан пайда, біз түсінбейміз оны. Ай қалай шығып, біз түсінбейміз оны. Аллах тағала үшін сізге пәтер берудің түк емес екенін осында түсінсеңіз болады. Күнді атырып қойған, таңды күнді батырып қойған, жұлдызды жымыңдатып қойған, айды шығарып қойған Аллах тағала сізге пәтер беру түк емес шындығында. Ол сіз үшін ғана үлкен проблема. Сіз үшін ғана. Мысал үшін мен былай айтып қарайық. Мынау проблема деп қарайық. Мынау кішкентай ғана жүзік. Проблема деп қарайық. Пәтер деп қарайық. Мысал үшін сізге Астана қаласынан пәтер керек. Сіз айтасыз, ойбай, қой, ондай ақшам жоқ, қайдағы, ойбай дейсіз. Екінші адам айтады, менде айлығым бар, ақша жинап, кредит алып, бір нәрсе алсам болады, нормально. Жағдай бар адам айтады, мен ала салайын, жақсы қымбат емес екен дейді, ала салады. Бұл қорқынышты ма? Ол сізге қорқынышты, ана адамға қорқынышты емес, ана адамға да қорқынышты емес. Яғни ол проблема сізге ғана қорқынышты. Сондықтан сіз өз проблемаңыздың Аллах тағаланың құзырында титтей ғана нәрсе екенін ойласаңыз болды, сіз ол мақсатқа, арманға толық сенесіз. Ал сіз толық сенгенде тартылыс заңы жұмыс жасайды. Енді қараңыздар. Вадим Зеланд айтады, адамдардың қателігі неде дейді. Мысалы бүйтем, біздің проблема не? Визуализация жасау керекпіз. Біз келесі тақырыпты визуализацияға арнаймыз. Үйді, көлікті бәрін визуализация қалай жасау керек, оны үйрететін боламыз. Мынаны қараңыздар. Адамдардың қателігі дейді. Мысалы үшін, менің үйім бар, аффирмация айтасыз, визуализация жасайсыз. Шамамен енді қараңыз. Адамдардың қателігі неде? Болды, үйді тапсырыс береді да, үй алам деп, сосын отырып ойланады дейді. Қайдан келуі мүмкін? Мынау жұмыс жасамайды. Қарыз кредит мойнымыздан асып тұр. Бұл қайдан келеді жалпы үй деген бізге? Кім береді оны маған? Деген ойлармен қайтадан сеніп келе жатқан миды сенімсіздіктің апанына келіп тығып тастайды. Сол үшін менің үйім бар деген сөз бұл Аллаға берген сіздің тапсырысыңыз. Заказ. Енді елестетіңіз, сіз кафеде отырсыз. Кафеде отырсыз, сіз 2 порция палау заказ бердіңіз, тапсырыс бердіңіз. Болмаса бір шайнек шай алып келдіңіз. Енді қараңыз, шайды заказ тапсырыс бергеннен кейін сіз шайды бұлар қайдан алып келеді? Су қайнаған ба, қайнамаған ба?
Шайды жалпы қайда қайнатады екен бұлар, шайнекті қайдан алады екен бұлар деп ойланасыз ба? Ол сіздің шаруаңыз емес. Тапсырыс бердіңіз, аспаздар қайнатады, официант сізге әкеліп береді. Айналысып жатқан адамдар бар болған кезде сіз толық сенімді отыра бересіз. Шайым не болып жатыр, шай қайнай ма, қайнамай ма? Сіз әкеле аласыз ба, әкеле алмайсыз ба? Жоқ, мүмкін шай болмаса су әкелесіз ба деп официанттың базасын аласыз ба? Алмайсыз. Ал егер асығыстық танытсаңыз, шай керек емес, су бере салыңыз, су іше саламын деуіңіз мүмкін. Сол сияқты сіз менің үйім бар деген тапсырыс берген кезде, ол қалай болады, ақша қайдан келеді, үй қалай келеді сіздің өмір, ол сіздің шаруаңыз емес. Егер жаңағы кафеге келген адам сияқты асығатын болсаңыз, 2 бөлмелі үйімде асығатын болсаңыз, 1 бөлмелі үй алуыңыз мүмкін. Жай жатақхана алуыңыз мүмкін. Менің жақында бір үлкен бір өзімнің музыкадан сабақ берген бір апайымды көріп қалдым. Жасы 58-де әлі күнге дейін ұлы қызы бәрі азамат болып кеткен жатақханада тұрады. Сосын маған айтады, сен осындай сабақтар айтып жүрсің ғой, Айнұржан, мен осы жатақханада тұрып қалдым дейді. Мен айтам, сіз былай армандап беріңіз менің үйім болса деп. Десем айтады, ой, қайдан армандайын, өзі айлығым 45 мың теңге ғой дейді. Жолдасы жоқ кісі ғой. Енді армандамаса кімге ренжиді өзі? Сіз тапсырыс бермесе ол. Сіздің қандай арманыңыз болып еді десем айтады, мен қалаға келген кезде шіркін-ай, енді әр үйде жүрдім дейді. Сол жаңағы колледжде ұйықтап қалған, қонып қалған кездерім болды дейді. Бір жатақханада болса да, өз баспанам болса деп армандадым дейді. Орындалды ма арман? Жатақхана орындалды. Жатақхананың ішінде қалды. Сондықтан тапсырыс бергенде, заказ бергенде көлемді кішірейтпеңіз. 2 бөлмелі керек па? 3 бөлмелі сұраңыз. 3 бөлмелі керек, 4 бөлмелі сұраңыз. Және қалай әкеледі менің шаруам емес деген нәрсені мұқият болыңыздар. Сонда сіз толық сенесіз. Менің шаруам емес, мен білмеймін, келеді. Адамдардың барлығы азаннан кешке шейін жұмыс істеп, ақша тауып, үй алып жатыр десеңіз қателесесіз. Ең ауыр, біз айтамыз, еңбек етсе, адам жұмыс жасаса, бүкіл ақшаны табады. Ең ауыр жұмысты істейтін құрылысшылар, ең ауыр жұмыс істейтін мұнайшылар. Азаннан кешке шейін қара жұмыспен жүр. Құрылысшы азаннан кешке шейін кірпіш қалап, қыстың күні аязда жұмыс жасап, дірдіретіп, соншалықты ауыртпашылықты мойнына көтеріп жүрген құрылысшының бір шетелге демалып, астына қымбат көлік мінгенін көрдіңіздер ме? Өйткені сол бір айлықтың аясында шектеліп қалған. Яғни ақшаны шақыратын жұмыс емес, байлықты шақыратын жұмыс емес. Ақшаны да байлықты да шақыратын өзіңіздің миыңыз. Сондықтан сізге айтатын, сіз сенесіз, тапсырыс бересіз. Бір күн сізге біреу ұсыныс айта қалады, бір күн біреу сізге ақша беріп қалады, біреу сізге жұмысқа шақырып қалады. Сіздің шаруаңыз емес. Қай жақтан? Сізге не керек? Бір-ақ нәрсе керек сізге. Шыдам керек болды. Шаршамаңыз, айтыңыз. Аффирмацияның көмегімен менің өз сабақтарымда бір емес, 3 адам келді маған рактан, жазылмайды, больницадан алып кетіңдер деген 3 адамның жазылғаны. Бұл адамдардың барлығы бар. Біреу Ақтау қаласында тұрады, Каспий Ақтау деген парақшамен сөйлесіп көрсеңіздер болады. Жанар деген қыз Алматы қаласынан рактан, учеттан шығарып тастаған, ауырып мүлде түп тұқиянымен жоқ болып кеткен. Сондықтан сондай жаңағы дәрігерлер бұлай айтты, анау солай айтты, ғалымдар сөйтіп айтып жатыр. Әсіресе бізді көбінесе жолымызды байлайды, көбінесе ата-анамыз. Жамандық ойлаған емес, жанаш, балам тыныш жүр, барма, істеме, айналыспа, ұрынасың, ұшырайсың, сөйтесің деп біз бір сырынып шығайық десек, тыныш деп қайтадан шегініп қаламыз. Ана бір жұмыс жасағанның бәрі алаяқ, ақша табатынның бәрі сотталып жатқан сияқты, ақша табатынның бәрі жемқор сияқты. Ондай түстіктен арылу керекпіз. Жақсы ойлап, жақсы сөйлеп, оп-оңай ақша табуға болады. Қарыз кредит мәселесіне келетін болсақ, ешқашан қарыз үшін, кредит үшін үйде ұрыспаңыздар. Тағы қайталап айтамын, бір күндік ұрыс 40 күнді берекені алады. Ешқашан қарыз кредит үшін ұрысуға болмайды. Себебі, қайталап айтамын, маятник, уайым проблеманы көбейтіп жібереді. Қараңыздар, біз не нәрсені көп айтамыз, не нәрсені көп ойлаймыз,
не нәрсеге көп энергия жібереміз, сол нәрсе дамиды. Бүгін сіз торт пісіріп бастасаңыз, сіз міндетті түрде бүгін пісіре алмайсыз оны. Ортасы шикі болып қалады, беті ағып кетеді, әйтеуір бір нәрсе болады. Екінші күні тәп-тәуір болып кетеді, үшінші, төртінші, бесінші, біз айтамыз ғой, 15 жыл болды аспаз болып істеген десе, оның тәжірибесі бар екен ғой, өйткені 15 жыл істеген адам бәрін өте жақсы істейді, біз біліп тұрамыз. Мысалы үшін сізге айтса, маған маникюрға келіңізші, жасап жатқаныма 3 күн болып өтсе, қоя ғой дейсің ғой. Ол 3 күн болған адам сені 3 сағат береді екен болады. Одан да қанша 5 жыл, 2 жыл тәжірибесі бар адамға барамыз. Өйткені тәжірибесі бар адам жасаған кезде тиянақты нәтижелі жасайды. Бұны не үшін айтып отырмын? Аффирмацияны күн сайын айтқан кезде, визуализацияны жасаған кезде сіздің миыңыздағы арман мақсатыңыз нәтижелі болады. Өйткені сіз ойлаған сайын, айтқан сайын оған энергия беріп жатырсыз. Мысалы, сериалды көріп барасыз, уақытыңызды бөлдіңіз, иә? Энергияңызды бөлдіңіз. Бүйтіп қарап, уақыт дегеннің өзі энергия. Қарап отырған кезде сериал көрген сайын қызық болып кетеді. Ортасынан үзіліп қалса, жан таласып жынданып кете жаздаймыз. Өйткені біз энергиямызды беріп қойдық, сериал дамып жатыр. Бүгін бір адаммен ұрсыстыңыз, ренжістіңіз. Ұрсысу, ренжісу, уақыт бөлдіңіз ғой сіз ол үшін. Сіз айдалада пол жуып жүріп ұрыспайсыз. Балаңыз ұйықтатып ұрыспайсыз. Сіз ұрысуға уақыт бөлесіз. Ойыңызды бөлесіз, көңіл күйіңізді бөлесіз, яғни энергия бөлесіз. Міндетті түрде ол ұрыс дамиды. Ол адам сізге жауап қайтарады, сіз оған қайтарасыз, ол шығады, басқалар қосылады. Энергия бөлген нәрсе дамиды. Сол сияқты, қарыз болды, кредит болды деп ұрысатын болсаңыз, сен ақша таппайсың деп елге тиісетін болсаңыз, Құдай-ай, соны неге алдым кредит деп өзіңізді уайыммен жейтін болсаңыз, сіз сол қарызға, кредитқа энергия бересіз. Энергия берген нәрсе ұлғаяды, дамиды. Сондықтан біз қарыз, кредит деген сөзді мүлде аузымыздан алып тастаймыз. Бұның бәрін айтып жатқан кезде бір ертегі айтып отырған сияқты, бір сіздерді бір алдау сұратып отырған сияқты естілуі де мүмкін. Бірақ енді сіздер бірнеше сабақтан өтіп келдіңіздер, қазір көп, қай-қайсыңыздың болсын, көкірек көздеріңіз ашулы, үшінші көз дейміз ғой, сезу ғой бұл енді, бір нәрсені сезеді. Өзі мына маңдайыңыз үшінші көз дейміз ғой, осы жерге қасықты жайлап алып келсеңіз дірілдейді кәдімгідей. Мына жеріңіз сезе бастайды. Сол сияқты адам өзіне келе жатқан үлкен алапат күшті де, үлкен ақшаны да бір сезеді. Бір денеңізге мен айтып жатқан кездің өзінде дәл қазір байып кететін сияқты, дәл қазір ақша келсе не жұмсаймын деген сияқты бір керемет бір сезім пайда болып, бір тұла бойыңыз тітіркеніп кетуі мүмкін. Бір шелек энергияны құйып жіберген сияқты әсерге болуларыңыз мүмкін. Тура осы әсерді күн сайын сезіну керексіз. Менде бәрі болады, мен бәріне қол жеткіземін, мен сенем. Менің ешкімнен еш жерім кем емес. Алла тағала маған бүкіл мүмкіндікті берген. Алла мені сүйеді, Алла мен бар жағдайымды жасап қойған деген кезде сіздің денеңіз қуаныш билеу керек. Сіз өзіңізді бақытты, бай сезінуіңіз керек. Міне осы состояние, осы көңіл күй байлық шақырады. Тағы да қайталап айтамын. Сіз кеше бай болам деп бүгінге келдіңіз. Мына жақта байлық жоқ. Мына состояниемен барған кезде, мына жерде сізді байлық күтіп тұрады. Сіз өзіңіз байлықтың көңіл күйін, бақыттың көңіл күйін алып бару керексіз. Жалпы осы түп сананы тазалау, осы сабақтарды үнемі ойыңыздан шығармайтын болсаңыз, кез келген ситуацияда сіз өзіңізге шешім жасай алатындай мүмкіндік болады сізде. Ол үшін көп кітап оқудың қажеті шамалы. Мен тіпті білемін, бір қыз, мен түрік тілін жақсы білемін, мен түрік тілін керемет білемін деп, өзі бір түрік жігітпен сөйлескен ба, бір нәрсесі бар. Сосын түрік тілін білмеген, ана жігітті ұнатқан, бірақ тіл білмегендіктен екеуінің арасы алыстап кеткенде, мен түрік тілін білемін деп айта берген. Кейін өзі қазаққа тұрмысқа шыққан. Кейін қызық қой, енді сөйтіп жүргенде күйеуі Түркияға жұмысқа жіберген. 3,5 жылдан кейін шамамен сонда айтады да, Түркияға келдім, қазір түрікше тілді емін-еркін сөйлеймін дейді. Сонда мен 8 айда дейді, күнде түрікше білем, емін-еркін сөйлеймін, әдемі сөйлеймін деп айтып жүргенмін, кейін ұмытып кеткенмін оны дейді. Бірақ мына жерге жазылды. Ол жұмыс жасай бастады. Тіл білуге, кез келген проблеманы сөйлеп арқылы шешуге болады. Жақында маған бір науқас бала келіп тұр. Ол бала айтып, жаңағы аяқтар ауырады екен. Аяғым ауырады, жүргенде
қорқам, адамдар қарап тұр ма деп ұяламын дейді да. Бұл жердегі мәселе неден болды авариядан? Ол авариядан болған жоқ. Ол бала кездегі ауыр жүктен қашқан, ауыр нәрсе істемей қойсам деп қорыққан, осындай нәрселердің салдары сондай аварияға, сондай бір нәрсеге алып келеді. Кез келген ауыр рак болсын, кедейлік болсын, бүкіл проблеманың түйінін, түп-төркінін іздейтін болса, өзіңізден таба аласыз. Адамның ішіне проблема сырттан келмейді. Ол ішіңізде болып жатқан дүние. Мынаның бәрі іште болып жатқан дүние. Сондықтан жан дүниеңізді, ішіңізді, ниетіңізді, миыңызды, мынаның бәрін тазалап шығуға тура келеді сізге. Исламда біз жақсы бір дұға бар. Мен өзім үнемі қолданамын. Бұл нәрсе қандай? Байлық сұраған кезде жалпы өз адамның жүрегі мынандай қой, бірақ осы, жүректің ішінде ақшаға деген махаббат кіріп кеткен кезде, адамдарға деген махаббат, жақын жуыққа деген махаббаттың бәрі шығып кетеді негізінде. Иман да шығып кетіп жатады көп жағдайда. Өйткені ақша біткен кезде адамның көзі көрмей қалады, тәкаппарлана бастайды. Сол үшін үнемі менің өзімнің айтатын дұғам бар, сіздерге қажет болса, бәлкім қажеттеріңізге жарап қалады. Аллах тағалам байлықты, ақшаны алақанымнан шығарма, жүрегіме түсірме деп үнемі сұраймын. Енді бір нәрсені мұқият қадағаласаңыздар болады. Біздің қазақта байқасаңыздар, жеті шелпек деген нәрсе бар. Көп адам оны садақа деп, бұны бір діни ырым тыйымға келтіріп айтып жатады. Жеті шелпек деген нәрсе бұл жалпы жай ғана садақа. Енді бұрын біз соғыс кезінде, ашаршылық кездерінде біздің елімізге басқа ұлт өкілдері келіп жатты ғой, ашаршылықтан қиналған, соғыстан шаршаған басқа ұлт өкілдері келіп жатқан кезде, қазақтар енді ол кезде ақша деген жоқ, алтын күміс жоқ, қазақтардың өзі сондай кедейшілікпен алысып жатып, шықпа жаным шықпа деп әрең жүрді. Сол кезде аштықтан қиналып тұралап келген ұлт өкілдеріне қолындағы ұнымен шелпек илеп нан беретін болған. Енді қараңыздар, исламда не дейді? Аллах тағала бір тиын болсын, бір берген садақаны саған 10 есе қылып қайтарады. Ал енді қазақ не дейді? Берсең аласың, ексең орасың дейді. Мен үнемі айтып жүремін ғой, мен мысал үшін былтыр бір қажылыққа бір кісіге жолдама берген, 300 мың теңге тұрады шамамен. Көп адамдар жазды. Бұл бай, халықтың ақшасын тонап жүрген, өтірік ақыл айтып ақша жинап жүрген адам, берсін ақшасын деген кісілер болды. Мен сіздерге айтайын, садақа беру үшін бай болу шарт емес. Мен 300 мың теңге берсем, әр қайсыңыздың 300 теңге садақа беретін мүмкіндіктеріңіз бар. Қай қайсыңыз болсын қалтаңызда 3 мың, 30 мың теңге ақшаларыңыз бар. 3 мың теңге адамға садақа берсе, қой айналайын 3 мың теңгемен өзім әрең отырмын дейді. Байлық қалтада емес, байлық жүректе. Өткенде қызық жағдай болды. Енді берген нәрсені айтуға болмайды дейді, бірақ сіздерге тәлім болсын, мүмкін сіздерге сабақ болсын деп айтуға тура келіп тұр. Қызық болды. Бір жерге айтысқа бардым. Айтысқа барсам, сол жердегі пол жуатын апай пол жуып жүр екен. Дәл сол күні менің туған күнім болатын. Сосын өзім келіп келеттім, ана апай пол жуып жүр екен. Аяп кеттім да, осы садақа көптен болып бермегеніме беріп қояйыншы дедім. Сосын апайдың қолына ақша бердім. Көлемін айтпай ақ қояйын. Ақшаны апай түсінбей қалды. Не үшін беріп жатсыз маған деді. Мен айттым, шайға дедім, бүгін мен туған күнім еді, мен ешкімге дастархан жасап жатқан жоқпын. Менің атымнан бала шағаңызға бір тәтті алып дастархан жасап үйіңізде кішкене маған тілек айтыңызшы дедім. Содан ана кісі сасып қалды, алды. Мен сол сарайға таңертең 10-да кірдім. Кешке дейін біз жаңағы дайындық жұмыстарын жасадық, айттық, бүйттік, жүрдік, кешкісін 7-де концерт болды, түнгі сағат 10:30-да шықтық. Таңғы 10-нан түнгі 10-да шығып келе жатсам, жаңағы апай отыр коридорда. Мен шошып кеттім, апай, сіз неғып қайтпағансыз? Мен сізді күтіп отырмын дейді. Не үшін күтіп отырсыз? Білесіз ба дейді, мен де сізге бір нәрсе бергім келеді, бірақ түгім жоқ дәл қазір дейді. Мен айтамын, маған сіздің ештеңкеңіз керек емес, маған сіздің тілегіңіз керек, сіздің қуанғаныңыз керек болып тұр. Өйткені мен білем, ақша деген энергетика. Адамдарды қуансаң, ол саған ақша болып келеді, мен оны білем. Мен айттым, маған сіздің қуансаңыз болды, қуанғаныңыз керек болып тұр. Ой, мен қуанғаным не дейді, мен кешке шейін дейді 2-3 рет жылап алдым дейді. Мен бұндай ақша, о, мен берген ақшам үлкен ақша да емес. Мен бұндай ақша бүйтіп ешкім беріп көрмеген маған. Мен апай дедім, сіз менің ыңғайсыз жағдай қалдырмаңыз. Сіз маған бір нәрсе берсеңіз дедім, қазір қайтарып берсеңіз, менің сізге деген амалым қабыл болмай қалады дедім.
Сіз шын, мен сізге рахметті шын жүрегіммен бағана сасқап айта алмадым. Шын жүрегіммен айтайын деп сізді күттім. Таңертеңгі 10-нан түнгі 10:30-ға шейін күтіп тұрдым. Сөйтіп анапаймен қоштасып сөйтіп келдім. Ертесінде таңертең сағат 10-да менің карточкама жаңа берген ақшам тұп-тура 10 есе болып түсті. Енді қай жақтан түскенін айтпай ақ қояйын, бірақ тұп-тура 10 есе болып түсті. Бір күні маған, енді мен адамның аттарын айтайын, жалпылама өтірік әңгіме деп қарап кетпеңіз. Мен Сара Тоқтамысова деген сіңілім. Сол Сара айтады, Айнұр апай, қызық айтайын ба дейді. Мен көмекшіме дейді, бір 20 000 теңге бере қояйыншы деп ойладым дейді өзімнен өзім. Бір ақша беріп қояйыншы дедім да, звонда хабарласып, маған карточкаңды бере қойшы, мен саған бір 20 000 теңге тастай салайын деп. Карточкасын 20 000 теңге тастай салсам, нағыз айтады дейді да. Сенесіз бе, Сара апай деп айтты дейді. Бүгін таңертең ғана бір қиналып тұрған кісіге 20 000 теңге беріп едім деп айтыпты дейді. Қараңыздар, көмекші болып жүр, өзі тиын тебен алады, иә? 20 000 теңгенің өзін беріп алып тұрған сонда ана адам, біз оның жағдайы жоқ деп тұрған адамдардың өзі садақа беріп жүр, қарасаңыздар. Тура осындай жағдайда маған Айнұр Асқарқызы айтты. Бір сіңілім бар еді, студент болып қиналып жүрген, соған дейді, хабарластым да дейді, саған бір 20 000 теңге берейінші, енді мен осы садақа туралы көп айтамын ғой. Сосын сол есіме түсіп кетті, садақа беріп қояйыншы деп 20 000 теңге бердім дейді. Сөйтсем ана қыз аудио жіберіп дейді, аудионы маған жіберіпті. Аудиосын ана қыз бүгін ғана бір Инстаграм желісінде бір ауырып жүрген, емге ақша керек деп бір кісі салған екен, соның карточкасына 20 000 теңге салған екен. Жағдайы жоқ деп тұрған қыз 20 000 теңге садақа беріпті дейді. Мен дейді 2-3 айда бір беремін дейді. Айнұр айтады, мен ұялып кеттім дейді сонда. Ана қыз садақа беріп жүр екен дейді. 20 000 теңге берді, 20 000 теңге алды. Бұл Алланың уәдесі. Сондықтан ақшаға қатты болсаңыз, ештеңкені бергіңіз келмесе, мен байымын, ақшалы боламын деп ойламай қойсаңыз болады. Мен айттым, байлық жүректе дедім. Иә? Енді қараңыздар, байлар бере ма, кедейлер бере ма садақаны, ақшаны? Кімдер береді? Әрине байлар береді. Енді сіз жаңа мен айттым ғой, сіз мына жақтағы байлыққа бару үшін сіз мен баймын деген көңіл күйді алып баруыңыз керексіз. Енді мен баймын деген көңіл күйді қайдан аласыз? Сіз беру керексіз. Сіздің майналаңызда, маңайыңызда сізден әлде қайда жағдай төмен отбасылар бар. Сіз осы жерге 7 000 теңге төлеп келдіңіз ба, 15 000 теңге төлеп келдіңіз ба, 20 000 теңге төлеп келдіңіз ба, оны мен білмеймін. Бірақ сіз қаржы төлеп келдіңіз. 7 теңге таба алмай отырған отбасылар бар негізінде. Өмір бақи бір кедейшіліктің қамытын киіп алған, қалай шығуды білмейді, көп ондай отбасылар. Енді сіз өзіңізден төмен отбасын тауып аласыз. Сол адамға бересіз. Шелпек бересіз ба, ақша бересіз ба, үйдегі киімді бересіз ба, бересіз. Сіз сол кезде автоматты түрде ол адамның алдында өзіңізді бай сезінесіз. Ақшам да жоқ, наным да жоқ, бұл курстың өзіне біреулердің онлайн паролін арқылы әйтеуір қыстатылып кіріп алдым деп отырған кісілер болып қалуы мүмкін. Садақа беретінде, ақша беретінде ешқандай мүмкіндігім жоқ дейтін болсаңыз, үйдегі шифонерді ашып қарайтын болсаңыз, сіз кимейтін киімдерді шығарасыздар. Арықтағанда кием, бір сіңіліме берем деген сияқты әйтеуір қойып қойған киімдер бар. Бұның алдында бірнеше сабақтарда айтқан болатынмын. Қайталап айтамын, сіздерге айтайын. Алу керек болса, сіз бірінші беру керексіз. Берсең аласың, ексең орасың. Бір садақаңыз сізге 10 есе болып қайтатынын ұмытпаңыз. Бір жағдай болды, мен осы оқиғаны өте көп айтам, сабақ болсын деп айтам. Маған бір танысымыз хабарласып, балам ауырып жатыр еді, соған қалай көмектесесіз? Мен мүлде танымаймын, ондайлар өте көп хабарласады. Сонымен мен былай өзім миым ашып жүрді да, былай селқостау тыңдадым. Біраз күннен сол есіме түсті. Сосын қызым айттым, қызым, біз соған бір көмектессек қалай болады деп. Содан кейін көмектесек деді да, онда хабарласып 5-10 тиын беріп қояқшы деп ойладым. Сол бетінде ол әңгіме ұмытылды, қалды. Енді Алланың құдіретін айтсаңызшы, сол күні бір жерге қонаққа баруым керек болатын. Жаңағы кісі Алматыда тұрады, мен Астанада тұрамын. Астана қаласындағы бір таныстарымның үйіне қонаққа барып қалсам, алдымда жаңағы кісі отыр ғой. Ол мені көріп таңғалып, мен оны көріп таңғаламын. Ол үйдің оны танитынын мен білмеймін, ол менің келетінін білмейді. Сол күні айттым, 2 сағаттан кейін алдымда тұр. Сасып қалдым, сол күні ғана көмектесем деп қызым айтқан ғой енді. Сасып қалдым да, ой, балаң қалай болып жатыр, анау мынау дедім де. Қызыма хабарластым, далада тұрған қызыма аштаме тез ішке кір, маған ақша алып кел, мына жерде екен, бере қояйын. 60 000 теңге әкеп бердік. $200 көлемі деді. Қанша 60 000? Әкеліп ана кісіге бердім. Енді бұл жерде Алла өзі кешірсін, мен бергенімді айтайын деп отырған жоқпын. 60 000 теңге бердім.
сонымен қайттық ана мынау ертесінде менің карточкама 500 мың теңге ақша түсті. Бұл қайдан түсті десеңіздер, біз әлеуметтік инстаграм желісінде жарнама жасап тұрамыз, кей кезде ақылы жарнамалар жасалынады. Сондай бір екі жарнамаға келісіп, менің директорым 500 мың теңге ақша алған екен. Сосын директорым хабарласты, сізге 500 мың теңге түсті деді. Сосын мен қызым айтты, мама, карточкаға 500 мың теңге түсті ғой дейді. Мен айттым да, айдана 500 мың емес, негізі 600 мың түсу керек еді. Себебі мен 60 мың теңге беріп тұрмын. Алланың уәдесі бар, 10 есе болып қайтарамын деген. Сосын қызым күлді, мен күлдім, қоя салдым. Кешке қарай біз қызымызды ұзатып берсеңіз бір кісілер хабарласты, задаток беріп жіберейін деп карточканы сұрайды. Мен карточканы бердім, тұп-тура 100 мың теңге бердім. 24 сағат өткен жоқ, 600 мың теңге карточкама келіп түсті. Енді бұндай мысалдар айта берсе өте көп. Біздің мынандай нәрсеміз бар. Негізі қай қайсымыздың өмірімізде Алла тағала естуші ғой негізі. Мысалы үшін, балмұздақ жегім келіп тұр деген кезде, балмұздақ жеген кездеріңіз болды ма? Бүгін ғана жегім келіп еді, міне жеп тұрмын. Аллах сізді естіді шындығында. Бірақ біз бұндай майда шүйдені Алла орындап жатыр, естіп жатыр деп есептемейміз, қарамаймыз. Кішкентай ғана мақсаттарыңыз, бүгін бір ыстық сорпа ішсем ғой деген кезде қарасаңыз, үйде сорпа қайнап тұр. Мә, бүгін бір сорпа ішкім келіп еді, білгендей-ақ қайнатыпсың ғой деп айтамыз ғой. Алла сізді естіді, орындады. Біз сондай кезде Аллахым шүкір, менің мынандай мақсатымды жай ғана сорпа ішкім келгенін сен орындап тұрсың демейміз. Біз өзіміз айтсам болды орындала қалатын жолым болғыш, өзім ғажап, өзім мен деп кетеміз сондай кезде. Сондықтан үлкен байлыққа, үлкен жетістікке жету үшін кішкентай нығметтерді бағалаңыз. Сол үшін рахмет айтыңыз. Сол үшін шүкіршілік қылыңыз. Менің бір құрбым бар, екі сіңілісі бар. Бір сіңілісін ертіп жүреді қашан көрсең. Сонымен киіндіріп жатырмын дейді, мынандай істеп жатырмын, көйлек әперіп жатырмын, бүйтіп жатырмын. Қашан көрсең сол сіңілісін киіндіріп. Мен айтамын, сенің екі сіңілің бар ғой, сен неге ана сіңіліңді алалайсың деймін. Ол маған айтады, оған дейді да мен екі кезде әперемін дейді. Бірдеңе әперіп қойсам дейді, рахмет деп отырады дейді. Мына қызға бір кофта жай әпере салсам дейді, инстаграмға жазады рахмет деп, чатқа жазады рахмет деп, киген сайын рахмет, керемет, айта береді рахмет дейді. Оған бере бергім келеді дейді. Сондықтан шүкіршілігі жоқ адамға, рахметі жоқ адамға ырыс несібе келмейді. Аллах беріп жатыр ма? Рахмет айтудан, шүкіршілік айтудан ерінбеңіз. Таңертең оянып қарайтын болсақ, шүкіршілік айтатын оқиға көп қой. Оянғаныңызға шүкір ма? Шүкір. Далада, көпірдің астында қоңыз теріп ішіп жатқан жоқсыз. Үйіңіздің қасында қарызыңыз болсын, кредитіңіз болсын, мейлі қаңғырып кеткен жоқсыз. Үйде ұйықтадыңыз әйтеуір. Мүлде ұйықтамасаңыз, сіз үйтіп жүре алмайсыз. Ұйықтайсыз, тамақ ішіп жүрсіз, суды ішіп жүрсіз. Соған рахметтер айтып, шүкіршілік айтқан кезде сізге үлкен нығметтер келе бастайды. Бұл жай ғана бір ертегі сияқты, қиял сияқты, бір құр сөзбен алдай салу сияқты болып көрінуі мүмкін. Бірақ шындығында олай емес. Нығметті беруші Алла, естуші Алла, көруші Алла. Сондықтан бүкіл байлықты несібен біз Алладан күтеміз. Ол үшін Аллахқа рахмет айтыңыз, сүйіңіз, жақсы көріңіз. Қалаған нәрселеріңізге, қалаған байлығыңызға, қалаған ақшаңызға қол жеткізетін боласыз. Бұл 100% орындалатын техникалар, 100%, 90 емес, 99 емес. Тек сенсеңіз болды. Аллаға сеніңіз, маған сеніңіз, ең бастысы өзіңізге сеніңіз. Абай айтпақшы, өзіңе сен, өзіңді алып шығады, еңбегің мен ақылың екі жақтап дейді. Барлықтарыңыздың жүректеріңізге сөнбейтін сезім, сенім, махаббат тілеймін. Келесі кездескенше